Сәлеметсіз ме? Мен номер 15-ші балабақшаға барамын. Бүгін біз Замира Сәтіқызымен бидайдың зерттейміз. Амина, сен нені жақсы көресің? Мен бауырсақты жақсы көремін. Жарайсың, Амина. Олай болса, бауырсақтың, нанның біздің дастарханға қалай келетіндігін бірге әңгімелеп, мен саған түсіндіріп берейін. Ең бірінші біз мынандай бидайларды, қарашы бидайды. Бір-екі талын алып, жақындатып, көрейікші кәне. Үлкен болды, я, Амина? Жарайсың. Енді осы бидайды арнайы диқаншылар егін алқаптарына апарып егеді. Содан кейін ол бидайларымыз біздің сабағымен үлкен болып өсіп шығады. Диқаншылар комбайндармен алып келіп, орып алып келіп, арнайы диірменге апарып төгеді. Содан диірменнен өткізіліп, ол қазіргі таңда ұнды диірмені арнайы өткізіп, бидайды ұн жасалынады. Сол ұннан мінекей осындай біздің қамырымыз дайын болады. Ерте заманда, Амина, ұнды арнайы диірменге қолжетімді болмағандықтан арнайы осындай қол диірменін қолданған. Бидай дәндерін алып, қол диірменнің ортасына салып, соны қол диірменін арнайы айналдырып, содан ұн жасаған ерте заманда. Амина, сен бірге жасап көргің келеді ме ұнды? Ұн шығарғың келеді ме? Келе ғой. Олай болса, ала ғой, бидайды ортаға сала ғой, қол диірменіне ала ғой. Сала ғой. Сөйтіп арнайы ұстағышынан ұстап, қол диірменін айналдырамыз. Кәне айналдыра ғой. Осылай айналдырсақ, диірменіміз содан ұн тартып шығады екен. Міне қара, Амина, біз қол диірменімен, қолмен айналдыру арқылы кішкентай бидайларымыздан мінекей ұнымыз шықты. Мінекей көрдің бе, Амина? Ұннан, бидайдан осындай ұн шығады екен. Біз қамыр жасаймыз. Қамырды жасағанда арнайы тостағанымызға суымызды құйып, оған тұзымызды салып, қантымызды салып, дәміне қарай майымызды салып, осындай бауырсаққа қамыр илейді екенбіз. Мынау біздің қамырымыз жайғанға ыңғайлы болу үшін, жабыспас үшін ұннан сеуіп қамырымызды жаюымыз керек. Кәне сен ұннан себе қойшы. Себе ғой. Және қамырымыздың бетіне де себе ғой. Себе ғой. Осылай оқлаудың көмегімен қамырымызды әдемілеп отырып жаямыз. Мінекей. Сен ұнды септің, енді ұнымыз біздің тақтайға жабыспайтын болады. Біздің жаңағы қамырымызбен біз арнайы қызған отта осылай нанымызды пісіріп шығамыз. Ал мынау біздің тәтті бауырсақтарымыз. Бұл бауырсақты майға аунатып, бауырсағымызды осылай тәттілеп пісіріп шығамыз. Осы екі нанымызға да біз ашытқыны қосып, қолданып, осылай нанымызды әзірлеп шығамыз. Сен жақсы көретін бауырсақты пісіріп шықтық. Дәмін көресің бе? Я. Көре ғой. Қандай дәмді. Сәтіқызге бауырсақ жасап беріңізге рахмет. Қарашы, біздің нанымыз қаншама еңбекпен келеді екен, я? Нанымыз біздің киелі ас. Еш жерге тастап, қоқысқа тастауға болмайды. Көрсең, теріп алып, арнайы торғайларға не болмаса жоғарыға қойып кетуің керек. Ас атасы нан, нан атасы дән деген осыдан қалса болу керек. Мен енді нанның дастарханға қалай келетінін біліп жүремін.